Бәдін сәлем достар, сіздермен бірге Мансур Тока-Бока. Бүгін біз сіздермен бірге Бай отбасы деген сериал болмайды. Не себептен деп айтып атқандар. Өткені бүгін мен бүгін видео түсірейін десем, менде Тока-Бока дегенде өзімен өзі кетірім қала береді. Сол үшін Тока-Бока менде өзімен өзі кетірім қала береді. Не істеуге болады, достар, маған комментарий жазыңдаршы. Ал біз бүгін енді отбасы емес, отбасы 3-ші бөлімнен аяқталды ғой енді. Біз қазір өмір ғой деген кино түсіреміз. Ал біз кеттік. 1-ші бөлім өмір ғой. Кім танытпай звондаған? Тан деппін ғой. Ал бүгін мен достар енді боқтамайым, сөз берем. Ал біз кеттік. Алло. Кім қайтқан? Қайтқан ба не? Енді бару керек дейсің да? Саат нешеде? Барамыз ғой, барамыз. Давай. Звондап қалды ғой, жан жақта не болып бітті? Бақытжан көке қайтыс болды. Жас еді ғой. Жастан кетті ау. Битоғын жоян құрсын. 12-де ұшып кетеміз. 2 сағат жүретін шығармыз енді. Не істеп алайын енді. Жас еді ғой ол кісі деген. Нормально жас еді сол. Ой, барып. Әкесі тұр кеттік. Қайда? Анау Бақытжан көке қайтыс болды дейді ғой. Қумаш дейтін әңгімеміз ғой мына жерде. Құдай сақтасын. Қайтыс болды ма не? Сағат нешеде? Сағат не керек қа? 12-де қазір бар енді машинаның бензин тортыр. Бензин толып тұрсын, ауылға барамызға 2 сағаттық. Оятпадың ба? Бана мен оятып атырып қой? Әкесі деп. Жарайды, мен барып жұмып келейін онда. Бұларға бүйтіп алдамасам болмайды. Неге? Аншақты келген ғой. Болды. Бақытжан көке қайтыс болды. Кейді енді. Қазір бара берейік, балаларды тастап. Соны айтам, қазір бара берейік, 12-де уақытта болмайды ғой. Соны айтам, мен мамамды киіп барайын енді. Аннан ауылдан орамал ала сала мамадан. Жарайды. Осы мамаларға соқып кет, оларды не істейді, олар да барады. Жарайды. Мамамды киіп барайынға. Қашан қайтыс болды, әлі жас еді ғой. Соны айтам. Мыналар қалай берсін енді. Соны айтам, атымызды жүрмейтін шығар енді. Бәрі оған жолда да сыймайды. Алып кетейік. Қайда қойға? Құсып ұшып жетсін сол. Бірақ құсады ғой бұлар. 1 сағаттық жолға шыдайды, 2 сағатқа шыдамайды. Не болғандар? Соны айтам. Жаймен шығып кетам. Машинаның кілтін. Жақта. Дегенде жүр. Холодильник ашып қалған ғой түнімен. Қайс? Не қарай үшіндері? Тамақ ашып кетсе, бәлем-бәлемға кетеді сол. Баймыз ғой, бәрін төлейміз ғой. Сен де адам басын қатырып. Кей айтып келіңі да. Ана жерде. Кілт алып алайық. Болды, айып кидім. Немді алып алайым. Нем? Сумкынды алып кетесің ба не? Конечно.
Мынау үйдің кілті, мынау машинаның кілті. Жүр кеттік. Ойбай, есік кілтеп кетейін. Болды. Кеттік. Мамалар қайда кеп қалған? Таңғы 7-терде. Білмеймін. Мәтіқта біреу звондап жатыр. Алло? Саламатсыз ба? Жарайды. Сау болыңыз. Кім не болды? Аузың ашылып қалыпты ғой. Бақытжан көке қайтыс болған ғой. Қумаш. Қайда Қумаш? Айтып қала берем. Мәссаға не істейміз енді? Тағдырға жарылған көреміз енді. О кім Бақытжан деген? Ой, сендер оны танымайсыңдар. Ой, мен атты есіме таныйым ғой. Ой, Бақытта, ой, білмеймін енді. Тамақ доққо қапсырем. Тепсіндес қарным атып кетті. Анандай дейм. Онандайға не жоқ? Анандай, ондай да жоқ. Мынандай. Мынандай. О да жоқ. Или мынандай, ол да жоқ. Мынандай, ол да жоқ, мынандай. Ой, онда боқ пісіп берші маған. Не? Мынандай істеп бер, короче, бар шығар. Бізде мынандай бар. Достар, менде видео қысқаша болып жатыр. Кешінде мен видеомды аяқтау керекпін. Менде срочно бір шаруалар шығып тұр. Сол үшін мен осы жерде аяқтаймын, бірақ мен қайтадан жалғастырам осы бөлімді. Өмір ғой деген бөлімнің біріншісі бүгін алетейін. Ал енді екінші бөлімін шығарам, сосын жарай ма? Мен өткені асығып баратырмын бір жаққа, сау болыңдар.